Армысыздар Ғақлия бағдарламасының көрермендері. Бүгін біз 40-шы мектептің, Әлкей Марғұлан атындағы мектептің директоры Ербол Өркебай ағамызды қонақтамыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Аға, мен сізге бірінші қоятын сұрағым, жалпы осы білім саласында істейтін азаматтарға бірінші қоятын сұрағым мынандай. Ербол Өркебай аға, сіз Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі болсаңыз, алғашқы жасайтын үш реформаңыз қандай болмақ? Ең бірінші бұрыннан айтылып келе жатыр ғой, мұғалімдердің жалақысын көтеру. Екінші жаңағы ұлттық негізге құрылған оқу тәрбие бағдарламасын әзірлеу. Үшінші барлық деңгейдегі мектептің материалдық техникалық базасын реттей отырып, мұғалімдердің даярлауды жөнге келтіру керек. Яғни мұғалімдік мамандықты таңдайтын балаларды дұрыстап іріктеп алу керек. Ол ұлттық негіздегі білім деңгейі дедіңіз ғой. Жалпы осы үш тілділікке қалай қарайсыз өзіңіз? Енді тіл білгеннің зияны жоқ қой. Тіл білгеннің зияны жоқ. Бірақ дегенмен де ең бірінші баланың тілі ана тілінде шығып қалыптасу керек. Бұл өзі баяғыдан дәлелденген дүние. Біз енді негізге бетке алатын Жапон моделі ғой. Бұларда мысалы бастауыш сыныптар деп аталады 5-ші классқа дейін. 5 те соған кіреді, даже 6 кіреді ғой деймін. Оған дейін мысалы шет тілдерін оқытпайды. Мүмкін оқытса жекелеген тереңдетіліп оқыған дарынды балаларын мектептерде оқытар, ал негізі ең бірінші сол ұлттық тәрбие, ұлттық тіл осыған мән береді. Одан кейін барып өзге қанша тілді үйретсең саған. Мысалы сіз назар аударып қараңыздар, осы түрік мектептері бар ғой бізде, қазір ата өзгерді, білім инновация мектептері дейді. Неге осы балалар, осылар 6-шы класс бітіргеннен кейін 7-ші сыныптан бірақ қабылдайды? Осыған мән бердік пе? Себебі осы кезге дейін баланың барлық жаңа қабылдау деңгейі түгел қалыптасып бітеді. Одан кейін бұлар ары қарай одан өздерінің күшін салып отырып балаға білімді жаппай береді. Сондықтан да егер осы сыныптарға дейін баланың ойлау қабілеті, тілі өзінің ана тілінде шықса, ол балталасаң бұзылмайды ары қарай. Одан кейін неше тіл үйрет? 6 тіл, 7 тіл, 8 тіл үйрет. Неге, неліктен мысалы, біз айтамыз 1864 жылы Алтынсарин Торғайда алғашқы мектеп ашты ғой. Одан кейін 1868 жылы Ырғызда тұңғыш қыздардың мектебін ашты. Біз қазір енді оны жақсы дейміз, бұның ар жағында үлкен саясат жатты. Сол кездегі Милеранский, Ельминский бастаған бұлар енді орыс графикасына лайықталған, кириллицаға лайықталған қазақ әліпбиін бір тұңғыш жасады ғой. Біздің жаңағы тіліміздің кейбір бұзылуына әкелген дүниелердің бірі. Сонда бұлар жаңағы жасырын түрде саясаты бұлай. Егер біз түземдіктерді өзімізге тезірек бағындыру үшін, олардың қыздарын оқытып, қыздарына орыстың тәрбиесімен білім беру керек дейді. Егер жаңағы ана, яғни өзінің баласына сол орыстың тәрбиесімен тілін береді. Неге Сұлтанмахмұт Торайғыров айтады? Сүйемін туған тілім, анам тілім, бесікте жатқанымда бергем, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім дейді. Керемет сөз ғой. Яғни бала дүниеге келгеннен кейін ол үлкен әлеммен қарым-қатынаста болады. Оның құлағына сіңе береді. Жаңағы біз айтылып жатқан сөздер, әкем, көкем, құлыным, ботам деген сөздер. Оның орнында қазір енді миленькая, мынау енді сыночек, доченька деген мынау сөздердің барлығы енді қазір сөзі қалыптасып кетті. Оларды балталап бұзып алу деген өте қиын, және оларды сылтау айта салады. Біз солай тәрбиеленгенімізде бітті. Үлкен бір дүние осы жерде жатыр енді. Бұны енді қалай бұзып шығу керек? Күрделі дүние. Бұдан шығатын жолды өзіңіз білесіз бе? Бұдан шығатын жол үлкен жаңағы мемлекет, біз енді заң бар, барлығы бар, түгел, барлығы жақсы орындалу деңгейі әңгіме ғой. Осыған қосымша біз өзі қазақ кішкене мына билікке
портфель ұстағанды, өзге халыққа қарағанда жақсы көретін халықпыз ғой, өзі менталитетіміз сондай. Мемлекеттік қызметте істейтін адам мемлекеттік тілді білу керек. Бітті. Басқа ештеңе жоқ дейсіз ғой. Осыны бір қаттырақ қолға алып кіргізсе, және жай ғана тұрмыстық тіл емес, ол сол тілде хат жазылатын, кеңсе қағаздарын, іс қағаздарын жүргізе алатын адам болу керек. Қазір азаматтар бар, енді айту ауыз екі сөйлеу тілдері бар, бірақ қағаз жаза алмайды. Ойлау, өйткені олардың ойлау тілі, санасының бәрі орысша қалыптасып кеткен. Ойыма бір философтың айтқан есіме түсіп отыр. Жалпы сен бірінші қай тілде сөйлейсің, сол үйге қызмет жасайсың деген. Сол болып тұр ғой жалпы, сіздің айтқыңыз келгені. Солай ғой, ол мысалы қалай деп біз ақталғанмен де, егер мысалы орыс тілінде жазатын қазақ ақындары бар. Ол қазақтың ақыны болмайды. Қанша мықты ақын болса да. Мысалы біз анау Қытайдың ақыны Сүйеубай деп өзімізге тартып жатырмыз ғой енді. Анау түркі заманда кеткен Қытай тілінде жазған, ол қазақтың ақыны болмайды ол. Сол сияқты өзі ұлттық ерекшелігін анықтайтын ең бірінші параметрі тіл. Одан кейін салт дәстүрлері. Ал қазір екеуміздің түріміз қырғызды ортамызға отырғызып қойса, қалмақтарды отырғызып қойсын, мысалы, бәріміз түріміз бірдей ғой енді. Ал неменен якуттар болсын, сонда сөйлеу тіліміз ерекше. Одан кейін салт дәстүріміз. Салт дәстүр енді уақытқа қарай өзгеріске түсе берер. Но негізі тіл. Сондықтан осыған айрықша енді мән беру қажет. Бұны енді игерудің енді түрлі тәсілдері бар. Енді бір жағынан енді бұрынғы 80 жылдармен салыстырғанда Құдайға шүкір енді тәуба дейсің енді. Ол кезде мен енді сол 80 жылдарда институт бітірдім, мектепке келдік. Бүкіл енді 90%, 95% қазақ ауданында барлығы орыс тілінде жүретін. Өйткені саясат солай келді. Қазақ ұлты деген сөз айтылмайтын, совет халқы деген терминге түсіп кеттік. Сол кез келген мектепте бір орыс сыныбы тұратын. Ол қай сен ауылдың қай түкпірінде бар, мысалы, міндетті түрде орыс сыныбы ашылатын. Енді өзі ақырын көзге көрінбей жүргізіліп келе жатқан үлкен саясат болды. Енді арыға бармай-ақ сол Алматының өзінде миллион халқы бар жалғыз-ақ 12-ші интернат қалды ғой енді, білеміз барлығымыз. Енді онымен салыстырғанда Құдайға шүкір дейсің, мүмкін енді бірақ енді мәселе енді сол тілдің сапасында ғой енді. Сапасында сөйлеу, ойлау, көп жағдайда сол қазақ мектептерінде немесе аралас мектептер деген қазір көбейіп кетті. Осыған түпкілікті қарсымын. Бір кезде Шерхан Мұртазаның айтқан сөзі бар, смешный мектептен смешной бала шығады деп. Өйткені ол аралас мектептерде қалай дегенмен де орыс тілі басым. Іс-шараның барлығы сабақ өз алдына, ал жүргізетін іс-шаралар көп орыс тілінде немесе қазақ тіліндегі жүргізетін шараларға айту жүрдім, бардым, солай өтіп кетеді. Сондықтан таза қазақ тілді мектеп болу керек, таза орыс тілді немесе өзге ұлт мектебі. Енді өзгеге нұқсан келтірмей қояйық, бірақ пропорционалды. Жақсы аға. Мынау жаңартылған оқу мазмұны деген жаңа оқыту шығып жатыр ғой. Соған көзқарасыңыз қалай? Негізгі үлкен жаңағы алыстан бағдарлап қарағанда дұрыс. Өйткені мұның жаңағы бағалау жүйесі. Біз бағалау субъективті дүниеге айланып кетті ғой. Мен мұғалім, маған оқушы ұнамады ма? Мен аламда оны әлі қанатын кескен сияқты 5-ке айтып тұрған бала болса да, 4-ке айтып тұрған бала болса да, оны мен үшке түсіре салам енді. Одан кейінгі баланың психологиясы, ата-ананың қалыптасып қалды. Журналында 5 тұрма, журналында 4 тұрма, ол керемет. Яғни қысаң түрде қалып қалды. Сондықтан да мынау баға үшін оқу деген принцип қалыптасып қалды. Ал мына жаңартылған білім беру мазмұнында баға үшін емес, білім. Білім мен үшін керек, өзім үшін керек деген көзқарас қалыптасу керек. Бала қазір тағы да қалыптасқан үлкен дүние. Мына сабақта тақырыпты айт десең, сабақта болған жоқпын дейді.
Ол керемет оның бір сылтауы сияқты. Яғни жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сен сабақта болмасаң өзің қосымша оқы, аш, өз бетіңмен ізден оқып үйрен. Ең соңында келгенде жиынтық бағалау бойынша сен тиісті бағаңды алуың керек. Осы тұрғыдан келгенде жаңағы баланың ойлануына, ізденуіне, анау әлгі қазір негізгі үлкен параметрі Блум таксономиясында айтып отыр ғой, мысалы. Біз көп жағдайда айтпады, білу мен түсінудің ғана деңгейінде. Көзбен көреміз, қарадық, жарайды осы. Ары қарай оның дүниенің сырына үңілмейміз, Абай айтқандай. Сол ары қарай дамымай, ізденбей, жетілмей қалып қалады. Ал жаңартылған білім беру мазмұнында сол баланы ойлауға, сыни ойлауға, пікір айта білуге, сол жаңағы сараптай білуге, талдай білуге, кез келген дүниеге. Сондықтан да бұл жердегі ең үлкен дүние мынау баланы эссе жаздыруға қалыптастыру. Мысалы, бұрын біз енді шығарма жаздық қой. Шығарманың өзі енді бір қалыптасқан стандарт қой енді. Кітапта бар дүние, басқа ғалымдардың жазғаны бар, соларын алып енді арасына кіреді. Ал эсседе шағын ғана болса да, кез келген тақырыпқа сен өзіңнің ой пікіріңді қате болса да, бұрыс болса да, оның бұрыстығын дәлелдеп шығуың керек. Мен мысалы келіспеймін, себебі ол бұлай болу керек деген дүниені. Яғни бала қалай дегенмен де бұл жерде ойланады, талдайды, сараптайды, ізденеді, өзінің ойын бекітеді деген сияқты дүниелер. Осы тұрғыдан келгенде жаңартылған білім беру мазмұнының енді болашағы, бірақ ол үшін ата-ана қалыптасу керек соған, мұғалім қалыптасу керек соған. Мына әлгі біз айтатын формативті бағалауды балаларға баланың игермеген тақырыптарын соған мұғалім қалыптасу керек. Мысалы, сен енді мына жерде мынауың былай болып тұр, осыған кішкене мән бер дейтін сияқты. Ал енді бізде мұғалімдер қазір оған өзің оқуың керек, ана дайындал, міне тақырыбына деп қалықпасақ, онда қайтадан сол орнында қозғалмай қаламыз. Мен бір замандасымның айтқаны бар еді, есіме түсіп отыр, жалпы біздің қазақтың балаларын әйел адамдар тәрбиелеп отыр дейді да. Сіз қалай бұған келісесіз бе? Жалпы өзіңіздің басқарып отырған мектебіңізде ер мұғалімдердің үлес салмағы қанша? Ер мұғалімдердің үлес салмағы аз енді. Мысалы, мектепте егерде 100-ден артық мұғалімнен 105 мұғалім болатын болса, соның енді бір 15-20-сының көлеміндегі оған да жетпеді ғой деймін енді жекелеген. Бұл енді үлкен қоғамның проблемасы деп айту керек. 20-ның бір 10-ы дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері дейсіз ғой? Оны 5-еу солай шығар енді. Бір кездерде 70-ші жылдарда Жапон мектептерінде Жапония өкіметі дабыл қағып көтерген. Мектепте ер азаматтардың саны азайып бара жатыр деп. Ал бізде енді неменде бұл қалыптасқан, соған етімізде, көзімізде үйреніп алдық, дағды. Ол солай сияқты болып кетті. Ал енді анау 80-ші жылдарда, 80 жылдардың аяғы 90 жылдардың басында мен енді мектепте директор болдым, Қарақол деген мектепте. Сол кезде бір енді 40 болмаса да 30 шақты мұғалімдер болды. Және негізгі пәндер бойынша математик жігіттер көп болды, физик, химик, жаңағы енді тіл әдебиеттен қалай дегенмен де ер адамның жаңағы болған жерде біздің жігіттер енді ұлдар ғой енді, жоғары кластың ұлдары кішкене қалыптасып, өзі баланың тәрбиесі бір еліктеумен де қабылданады. Енді өзінің туа біткен бойында қасиеті бар шығар, мінез. Ал бірақ бала өзінің алдындағы әкесін еліктейді. Енді жігіт ұлдар. Одан кейін маңайындағы, одан кейін енді күнделікті көретін ұстазына еліктейді ғой, осындай болсам деген. Сондықтан да мектептегі ер адамдарды қайтару керек, бірақ енді ол тағы да келеді, жалаққа тіреледі. Сондықтан отбасын асырау керек мына заманда деп енді біз құр жалаң патриотизм, жалаң айғаймен енді ондай жасай алмаймыз ғой енді. Одан кейін тағы да жасырып жабатын жоқ, мынау біздің қазақтың жігіттерінде кішкене мына қағазға жазуға, ұқыптылық, зейінділік дегендер кейде кемшін түсіп жатады. Ауызбен көп жағдайда орақты орып кеп жібереді. Соның бір жай бет албаты сөз жазбайды ғой енді. Мысалы, есептер,
талдаулар, соған жаңағы сараптамалар жасау енді ол қажет. Ол мүлде қағаз жазып көбейіп кетті деп әңгіме болмайды, ол керек қой. Сынып жетекші боласың, сыныпқа оқушыға мінездеме жазу білу керек, ол педагогиканың психологияны білу керек қой. Өкінішке орай осы жағы кемшін түсіп жатады. Кейде сол келіп жатқан жігіттердің өзінен осындай жаңағы. Сондықтан мен жоғарыда айтқан, мынау мұғалімді сапалы даярлауға өте көп көңіл бөлу керек. Мына ол кейінгі кездерде тіпті өте жаман болып кетті ғой, енді ұлттық тестілеудің деңгейі бойынша жай 60-70% алған ғана оқушы, остаточный принцип дейді орысша айтқан кезде. Мысалы, жоғары 100-ден жоғары балл алған баллардың барлығы ақшасы көп, экономист кетер, жаңағы мұнай мамандығына, энергетик бар, басқа жаңағы информатик бар, бағдарламасы бар, соған кетер. Ал мұғалімдік мамандық айту 4-ші анаған грант қатыспай қалса, мынаған барайын деген жаңағы белгілей салады. Осыдан келетте сөзіңізді бөлейін, мына мектепте мақта жұмыс істеп, өзінің көрсеткіштерін жақсы көрсетіп жүрген жігіттердің өздері мектептен кетіп жатыр да. Жеке өздері ашып, оқу орталықтарына кетіп жатыр. Неге соларды неге ұстап қалмасқа? Енді ол қалай ұстап қаласың? Енді ол төлейтін жалақың енді мысалы төлейтін жалақыға байланысты ғой енді ол. Мысалы мұғалім нақты осы сапалы жүйелі түрде жұмыс істеу үшін аптасына 18 сағат баяғыда Совет үкіметінде ол есептелген ғой енді. Нагрузка. Өйткені мұғалімнің ерекшелігі өзге мамандықтар сен кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істедің бе, компьютеріңіз кетті. А мұғалімде олай емес қой. Бүгін 6 сабағын өткізді, түске дейін ертеңгі сабаққа барып дайын отырып дайындалуың керек. Жалпы сөзіңізді бөлейін осы жерде тағы. Осы 18 сағатқа негізі өзіңіз қалай бағалайсыз, қанша теңге алу керек? 18 сағатқа енді бір $3000 көлемінде алса, мұғалім алаңдамау керек қой. Екінші, табыс көзін іздемеу керек дейсіз? Табыс көзін іздемеу керек. Мұғалім сабаққа келіп, оның ойы сол балаға қалай ғана берем дейді. Мұғалім алаңдамау керек. Менің ана пәтераққа төлейтін ақшам қайда, ана балама жеткізетін ақшам қайда, мынау деген дүние мұғалім өзі кез келген дамыған елдердің барлығында ең жоғарғы жалақы алатын дәрігер мен мұғалім. Өйткені мұғалім, сапалы мұғалім мемлекеттің қауіпсіздігі. Біз осыны ескермейміз. Өйткені сапалы мұғалімнің алдынан білімді оқушы шығады. Білімді оқушы мемлекеттің келешегі ғой енді. Ал білімсіз енді өтірік 4-5 қойды айдап шығара береді, одан пайда не? Аламызда бәрібір шетелден алып келеді ғалымдарды, солай ма? Өнер тапқыштар шетелден алып келеді, солардың аласында соларға ақша төлеп, қосымша біз жасатып отырамыз. Олай болмау керек. Ал олай болу үшін бала мықты білім алу үшін оның алдындағы тұрған ұстазы білімді болу керек. Ол ештеңеге алаңдамау керек. Мысалы, қазіргі Назарбаев зияткерлік мектептерінде бұл біршама сапаға көңіл бөліп отыр. Өйткені, мысалы, бір сыныпта 15 бала. 15 балаға мұғалім сабақ береді. Мұғалімнің қасында көмекшісі бар, лаборанты. Ол класс жетекшілік атқармайды. Мұғалім міндет хирург сияқты ғой. Мен классқа келем, бәрін дайындап қояды. Мен классқа келем, менің міндетім балаға білімді жеткізіп беру болды. Мен басқаға алаңдауым қажеті жоқ. Ішінде жарайды, тәрбие процесс өзінен өзі жүріп жатыр. Сонда мұғалімнің беделі құр, мұғалімнің беделін көтеру керек. Мұғалім ұзабығы, ана мынау дегенмен ол ештеңе өнбейді. Бұрын жаңағы кейде мұғалімдер отырып алып, ойбай қазіргі бала сөйтіп кетті, бұрын балалар солай, ол бұрынғы қайтпайды енді. Бұрынғы ата-ана да жоқ, бұрынғы бала да жоқ, бұрынғы қоғам да жоқ. Соған байланысты мұғалімді бейімделу керек. Мұғалімнің деңгейі бір сат олардан жоғары тұру керек. Ойы да, көзқарасы да, тіпті киімі де, сөйлеген сөзі де. Табысы да дейсіз ғой. Табысы да енді. Ол сондай жағдай. Енді басқа арнаға болсайық, сұрақтың өткен жылы Алашты қозғалысының 100 жылдығы болды. Өзіңіз бұны қалай атап өттіңіз осы мекемеде? Негізі енді Алаш тақырыбы бізге енді танысық емес. Енді бізге, біздің мектепке
менің өзіме өйткені мынау Алаштың соңғы тұяқтарының бірі, солардың Қайым Мұхамедхан менің шәкіртім болды. Мен сол кісінің шәкірті болдым да, сол кісінің мұрасы арқылы одан кейін сол Қайым Мұхамедхановтың мұрасын жинақтау барысындағы менің жетекшім болған Тұрсын Жұртбай. Бұл кісі енді Ұраным Алаш деген 3 томдық үлкен монографиялық еңбегі бар, білесіз. Және Тұрсын Жұртбай осы Алаш тақырыбына ең тұңғыш кірген осы ғалымдардың бірі. Ол кісі студент кезінде КГБ-ның құпия архивтерінде 2-ші курста жүргенде мұғалім апарып кіргізіп, бірақ ол кезде жазуға болмайды, айтуға болмайды, тек қана есінде сақтау керек. Ол кісінің енді маған айтқан әңгімесі естелігі бойынша. Кейін жаңағы Алаш арыстары ақтала бастаған кезде 88-де үлкен мемлекеттік комиссия құрып, Сүлейменов Олжас, сол кезде Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы ғой. Сол комиссияның құрамында болып, соған үлкен қатысқан. Сондықтан Алаш тақырыбы мен үшін енді біздің мектеп үшін дегенде өте жақсы тақырып. Оның үстінде біздің мектеп Әлкей Марғұланның атында сол Алаштың аманатын арқалаған кең ұрпаққа жеткізген қазақта 3 ұлы тұлға бар. Біреу Әлкей Марғұлан, біреу Мұхтар Әуезов, бірі Қаныш Сәтбаев. 3 ұлы тұлға, мысалы. Әлкей Марғұлан бүкіл қазақтың археологиясы мен этнографиясы бар, шоқантану бар, тарихына құннелдіға. Әуезов бүкіл қазақтың әдебиетін Абайдан бастап арқалап жеткізді. Қаныш қазақтың геология ғылымының, қазақтың жалпы бүкіл ғылымның дамуына үлкен шексіз үлес қосқан тұлға. Енді Әлкей Марғұланның осы біз конференцияны өткіздік, 2 рет сондағы Алаш идеясы және Әлкей Марғұлан деп байланыстырып. Өйткені алаштықтар тарих сахнасына шыққан кезде, мысалы, Әлкей Марғұлан 1904 жылғы. Бұл кісі сол 20 жасында Семейдегі педтехникумға барып түседі. Сол кезде мұның ұстазы, енді қасында Қаныш Сәтбаев та сонда оқыған, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов сабақ берген ол кісіге. Сонда бұлардың енді солардың қасында жүріп сусындап өскен ғой енді. Ал енді кім Әлихан Бөкейхановтың қасында тікелей болған Мұхтар Әуезов, Міржақыптың қасында 31-ші кейін Алаштың ана Ташкенттің түрмесінен ақталып шығады ғой енді, хатын жазып. Сондықтан да Алаш тақырыбын біз енді бірнеше рет жаңағы сол конференциялар өткіздік. Алаш тақырыбына байланысты үлкен жаңағы қойылымдар жасадық. Жалпы енді Алаш мұрасын насихаттауға балаларға енді көптеген іс-шаралар атқарылды. Мұражаймен де байланыстырып отырмын. Мектепте мысалы бізде академик сол Әлкей Марғұлан мұражайы бар. Сол мұражайдың ішінде Алашқа байланысты көп дүниелер жинақталды. Оның ішінде 1926 жылғы анау Әлихан Бөкейхановпен бірге мынау Батыс өлкесіне жасаған экспедициясы бар. Ол кезде Әлихан Бөкейханов Москвада үйғамақта ғой. Кім Әлкей Марғұлан Ленинградта шығыстану институтында оқып жүрген кез. Оған енді Мұхтар Әуезов апарып түсірген ғой. Міне сол кезде Әлихан Бөкейхановтың қасында тұрған Марғұлан 22-дегі жігіттер енді. 22 жасар жігіт, жас жігіт. Енді Әлекең түгел дүниесін бойына сіңірді ғой енді. Немесе мен мысалы осы тақырыпты ары қарай тереңдеп зерттегенде Әлкей Марғұланның ең үлкен дүниесі мысалы қалдырған Беғазы Дәндібай мәдениеті. Бүкіл анау Андронов дәуіріне сәйкес сол Андров деген сөзден қашып отырып Беғазы бүкіл қазақтың әріптері тұр. Дәндібай, сондықтан Беғазы Дәндібай мәдениеті деп жеке мәдениет қылып, ғылыми үлкен айланысқа кіргізді. Беғазының жаңа қазылған тұрған жері Әлихан Бөкейхановтың ауылынан, жеке жалдағы қыстағынан төтелей бұлай бірақ жүріп кетсе 30 ғана шақырым жол. Сондықтан мен ешқай жерде енді Әлкей Марғұланның бұған айтқан естелігі жоқ. Өйткені
шамасы Әлкей Марғұлан бәрінен тазалап тығып тастады ма, біреуге енді өйткен қиын кезең болды ғой енді. Сондықтан да шамасы Әлихан Бөкейханов бұлардың барлығынан тапсырма берілген. Кейін осыны қарау керек, зерттеу керек деп қанышқа. Өйткені Қазақ ССР ғылым академиясы құрылғаннан кейін археология институты құрып, бірінші зерттеу жұмысын сол орталық Қазақстанда сол Дәндібайдан бастаған ғой. Қаныштың тапсырмасымен 30 жыл бойы зерттеген үлкен дүниені. Но қола заманы, бергі түркі заманындағы, енді былайша айтқанда, сол түркі заманындағы біздің ата-бабаларымыздың енді ұлттық пантеон деуге болады енді. Үлкен керемет жер. Аға, мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Алаш зиялылары тарихта өзінің деңгейіндегі орнын ала алды ма қазіргі уақытта? Бағасын бергенді айтасың енді. Иә, бағасы. Енді оларға қандайға баға берсек те енді артық емес қой. Бүгінгі таңда енді көзі ашық, көзі қарақты қауымда білет, ғалымдар көптеген зерттеу жұмыстарын жасап жатыр енді. Әлихан Бөкейхановтың енді ЮНЕСКО көлеміндегі 150 жылдық аталып өтті, енді үлкен үлес қосты мына Сұлтанхан Аққұл деген азамат, енді 15 томдық Әлиханның несі шығарып, әлгі мүлде жоқ дегеннен аулақпыз, бірақ үлкен биіктік, мемлекеттік деңгейде одан да жоғары, одан да биік, мысалы Астанада Алаш алаңы деп немесе сол Әлиханға арнап үлкен бір ескерткіш қойып, өйткені мынау ұлт Тұрсын Жұртбайдың бір жақсы сөзі бар, тұлғасыз ұлт тұл дейді. Ұлттың жаңағы ұлттығын кереметтігін айқындап тұратын тұлғалар ғой енді. Өзгелермен сабақтастығы дейсіз ғой. Өзге ұлтпен сен бәсекеге түскен кезде, кімің бар деген кезде, кіміңді айтасың? Абайды айтасың, міне, осындай міне қара сөз бар, философ деп. Кімді айтасың, міне? Сол кездегі Әлихан Бөкейхановтың суреттерін қарап отырсақ, бүкіл анау есір партиясындағы өңшең мықтылармен деңгейі қатарласып тұр ғой. Бұл кісінің жаңа қалам тартпаған тақырыбы жоқ. Ол кісі әдебиетте де мықты білген, тілде де өте мықты білген. Едігені, анау араб, парсы, татар сөздерінен аршып, қазақтың несіне қарай жазып шыққан адам. Экономиканы керемет білген. Сол кездің өзінде бұл кісі анау Голландия, Данияның сиырлары мен қазақтың сиырларын салыстырып отырып үлкен анализ жасаған адам. Ал енді қазақтың жерін, әрбір жерін Әлихан Бөкейхановтай білген адам жоқ. Сондықтан мына бүгінгі ғалымдардың барлығы айтады, бұл мойындалған дүние. Бүгінгі таңдағы қазақ мемлекетінің шекарасын айқындап бізге сызып беріп кеткен осы Алаш орда өкіметі Әлихан бастаған. Сондықтан оны әлі де айтылар, жазылар. Аға, осы Алаш зиялылары байқасақ барлығы Әлихан Бөкейханов болсын, Ахмет Байтұрсынов болсын, орыс қызына үйленген. Не себеп болған оған? Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы? Кім біледі? Мен осы бір қызық тақырып, енді сол 20 ғасырдың басында мүмкін енді бұлардың барлығы жоғары енді Москвада оқыды, Ленинградта оқыды. Сол жерде енді өздерінің деңгейімен енді сөйлесе алатын, ақылдасатын енді адамдар болған шығар. Одан кейін енді өзге ұлттың өкілдері де байқайды ғой, мынау енді қазақтың мықты жігіттерін енді осы өзіне қарату үшін. Енді ол кісілер айтпаса енді барлығын білмей отырған жоқ, біліп отырды ғой енді. Мысалы сол үлкен пледада қарасақ айтпады енді. Барлығының әйелдері енді өзге өкілдері енді кейінгі. Жоқ дегенде татар, орыс, татар енді. Оны енді өзге ұлттан әйел алуға енді болатын шығар оның балалары, бірақ енді тәрбиесі ана тәрбиелеп жібереді ғой. Мысалы ал өзге ұлттан шыққан қызың одан тіпті қиын болды, онда ұрпақ жоқ. Тілге байланысты дейсіз ғой? Тіл мен тәрбиеге байланысты. Мысалы, бұрындары қарасаңыздар, қазақ
қазақтың батырлары, қазақтың хандарының барлығы жоңғардан қалмақтан қыздарын алып келді. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Олардың бәрі қазақ. Мысалы, алысқа бармай-ақ қойып, Абылай ханның тоқалы қалмақтың қызы, одан туған Қасым Сұлтан. Солай ма? Ол мен қалмақпын деп айтпайды ғой. Оның баласы Кенесары. Қасымның тағы кіші тоқалы қалмақтың қызы, одан туған Наурызбай батыр. Сондықтан мәселе жаңағы сол ұлтқа сіңіріп қабылдатып жіберу керек. Ол өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан бала сол ұлттың дүниесі болып кетеді, қайтпайды, болды. Ал өзге ұлттан алғаннан кейін соны бізге қарай сіңіріп, ол үшін тәрбиелейтін тіл ғой. Тілді брендке айналдыру керек дейсіз ғой, жалпы айтқанда. Тілді брендке. Тіл ол. Мысалы біз қазір тәрбиенің түр-түрін айтады. Ана тәрбиені, біз тәрбиенің мысалы абай ілімі деген тәрбиенің бір түрін кіргізуіміз керек. Өйткені бүкіл қазақтың ойы осы абайдың қара сөздері мен өлеңдеріне жинақталған. Кез келген жаңағы осы 7-ші қара сөз болсын, абайдың 18-ші, 19-ші, 20-сы, 21, 31-ші қара сөзінің өзі де керемет қой енді. Күллі адам баласын аздыратын төрт дүниені айтады. Ойын күлкішілдік, уайым қайғыға, бой күйездік және бір нәрсеге құмарлық дейді. Осы төртеу күллі адам баласын аздырады. Немесе жаңағы 37-ші қара сөз. Бүкіл философиясы тұр. 23 өзі ақылдан тұрады. Соны қарасақ барлығы бар ғой енді. Егер осы абайдың ілімін біз баланың санасына сіңіріп жеткізе ала білсек, бала мектеп қабырғасынан шыққан кезде тым құрмағанда жатқа айтпаса да сол мағынасын, мазмұнын біліп өссе, ол келешек өзіне де үлкен пайдалы болады, сабақ болады. Кез келген қазақтың үйінде мына абайдың шағын қара сөздері жаңағы кітапша ретінде тұру керек. Осы өзіңіздің басқарып отқан мектебіңіздегі музей туралы айта кетіңізші. Ол қажеттілік. Енді біз 2005 жылы мектепке біз Әлкей Марғұланның атын есімін алдық. Енді ол одан кейінгі дүние жай академик Әлкей Марғұлан деп мақтанып айта бергеннен көрін бала көзімен көріп бірдеңесі ерекше болады ғой. Сондықтан біз осыны ойладық та ең бірінші сол музей жұмысын ашуды қолға алдық. Енді ол Алматыда Әлкей атамыздың жалғыз қызы бар, Данел деген, сол кісімен байланыс жасап хабарласып, осылай ойымыз бар, музей ашайық деп. Сонымен ол кісіден енді бір зат сұрадық. Ол кісі бір қаламсап берді, бір кесесін берді, бір тарелкасын берді, бір тақиясын берді. 4 дүние. Осы 4 дүниемен музейді біз ашып бастадық. Енді қалған соң қағаздар, анау Әлкей Марғұланға байланысты кітаптар деген сияқты. Одан кейін енді уақыт келе-келе көбейе берді. Ал негізі бір күні коридорға шықсам, бір кісі жүр. Кейінген мектептің директоры кім дейді. Бар бана мен. Сен бе осы музей жасағалы жүрген дейді. Мен Серік деген ағаң болам. Сол сен музей жасағалы жүр деп естіп келдім. Қай жерден жасайсың музейді? Соны апарып көрсеттім мұнарадан деп. Қасында бір кісі бар екен, мынаны өлшеш мынаны деп, биіктігін, енін, ұзындығын бұлай деп. Сол қалай жасайсың дейді. Соны менің өзі қолмен жазып жүрген эскиздарым болған. Соны алып келдім. Міне мынандай, мына жерде осы тарих, Әлкей Марғұлан әдебиетші, Әлкей Марғұлан шоқантану, мынандай археолог деп тағы айтып сызбаларым бар еді. Соны қарап, мына шимайыңды маған 3 күнге бер деді. 3 күннен кейін келем, әкеп берем деді. Жарайды, собос кетіп қалды. 3 күннен кейін келді. Осындай жаңағы проектный сметный документация да, сметалық жобалау құжаттары. Мынандай. Басына жазып қойып, Әлкей Марғұлан музейінің сметалық жобалық құжаттары деп. Соны басын бастап ашып отырым,
алдынан енді өзі суретімен. Соңынан біттім. Бағасын қарасам, мен сол кездегі бағамен енді 1.600.000 ба, 700 ба сондай екен. Ана жерде отыр. Ұнай ма дейді. Ұнайды аға дедім. Аға, бірақ менде мынандай қаражат жоқ. Қаражат жоқ, және бұл қаражатты маған ешкім бермейді деп. Қаражатта шаруаң болмасын деп. Қаражатты мен табам, мен саған 6 өзбек алып келем, жұмысшы. Соның ішетін тамағымен жататын жері сенің мойнында, қалғаны жасауы менің мойнымда деді. Келіссең қолыңды әкел деді. Соны енді келістім, қолымды беріп. Сонымен ол кісі сол бір айдың ішінде қазіргі музейді қазір көресің ғой, барып жасап шықты. 2006 жылы 11 мамырда аштық. Енді академик Нұрғали бастаған марқұм Мырзатай Жолдасбеков бар, үлкен мықтылардың барлығы келді. Бүгінгі таңда сол музейге 11 жыл болды ғой енді. Көптеген сол атамыздың үйінде тұрған шкафтары, киген жаңағы шапаны, костюм шалбары, көйлегі, тартқан домбырасы, отырған жазу столы, әртүрлі сувенирлері, ұсақ тек айту талай дүниесін мектепке жаңағы сол құнды дүние ретінде экспонат ретінде жинақтадық. Одан кейін ол бір дүние, енді музей бұл тәрбие орталығы болу керек. Сондықтан да бір үлкен жоба жасалды. Ұлылықты ұлықтау ұрпаққа ұлағат деген. Бұл бүкіл мына қазақ тарихындағы анау сақ заманынан бергі ұлы тұлғалардың барлығын біз жеке-жеке анау дана патшалардан бастап айландырып ең соңғы біздің президентке дейін тұлғалар. Соның ішінен тағы бір бағдарлама жасадық. Әлкей Марғұланның өмірі мен шығармашылық қызметі арқылы жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру деп. Яғни Әлкей Марғұланның бойындағы барлық қасиеттерді, жаңағы оның білімділігі, ұқыптылығы, жауапкершілігі, жұмысқа берілгендігі, ұлтын сүйетіндігі, тағы енді жан-жақты қырларын 8 қырлы бір сырлы деп соны осы жұмысты қолға алдық. Марғұлан тану курсын ұйымдастырдық. Марғұлан журналы шығады мектепте. Марғұлан атындағы арнайы сыйлық әзірледік. Бұл жылына бір рет мектептегі ең үздік оқушыға беріледі. Жыл оқушысы номинация ретінде, майда. Одан кейін Марғұлан олимпиадасын өткіземіз, Марғұлан оқуларын өткіземіз. Енді осы Әлкей Марғұланның атауына байланысты, атына байланысты барлық шараны осы дүниеге шоғырландырдық. Негізгі. Сондықтан да оның бала жай естігеннен гөрі соның ішіне тікелей араласып, соны өзі соған байланысты жұмыс жүргізіп отырса, құба-құп болады. Мысалы, бізде тағы бір үлкен жоба бар, Әлкей Марғұлан ізімен деген. Әлкей Марғұлан археолог, бүкіл қазақ даласында оның араламаған жер жоқ. Орталық Қазақстан ар жағындағы жаңа Ұлытау, Жезқазған, сол өңірдегі барлық жердің түгел аралаған. Батыстағы Сарайшықты 47 жылы ең бірінші ашып қазған Әлкей Марғұлан. Сол кезде Әлкей Марғұлан айтқан, мынау жайықтың суы, мына Сарайшықты шаят, бекітініш жасау керек деп. Ол сол кезде айтқан. Енді ғана жасап жатырмыз ғой біз мысалы. Барлық жерде ізі бар. Сондықтан да біз осы экспедициясының негізінде бүгінгі таңда біз Ұлытауда болдық, Жошы, Алашақан, мына жақтағы Жезді, мына жаңа мен жоғарыда айтып кеткен мынау Ақтоғай ауданындағы Әлихан Бөкейхановтың туған жері, ар жағындағы Беғаз Дәндібай, мына жақтағы солтүстіктегі Шоқан, Сырымбет, өйткені Шоқанды халыққа танытқан Әлкей Марғұлан. Ресейдің Омбы қаласында болдық. Омбыда Шоқан оқыған кадет корпусында. Семей, яғни енді мына жақтағы Баянауыл, Әлкей Марғұлан туған жері, бер жағындағы Мәшһүр Жүсіп кесенесі бар, одан ары қарай айланып, мынау Қоңырәулие өңірі, ар жақтағы Баянауыл өңірі, барлығында енді балалар болды. Бір жағы
Біз рухани жаңғыру, мына туған жер деген бағдарламаны біз анау 2006 жылы бастағанбыз. Бастап кеттік дейсіз. Баяғыда бастағанбыз. Бірақ біз ол рухани жаңғыру деген жоқ. Біз енді айту, балаға білдіру, жеткізу мақсатында жүргізгенбіз. Экспедицияның құрамында кімдер болды? Музейдің жетекшісі Байдырахманова Сәуле Жұмабекқызы, одан кейін оқушылар 15 оқушы болады. 16, 17, 20 шақты оқушы болады. Жақсы аға, сұхбатыңызға өте қуаныштымыз. Жақсы, рахмет сізге сұхбатыңыз үшін. Жақсы. Бізде Ғақлия бағдарламасына біз енді табыс тілейміз. Ұрпаққа үлгі болатын, ұрпаққа ой салатын, ұрпаққа бағыт бағдар беретін жақсы бағдарламаларды әзірлеп енді жеткізіп түсіре беріңдерін, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет.